ұйқы жеткілікті. Негізі минимальный 4,5 болса күшті да, бірақ 4,5 болу үшін сіз өте күшті сапалы күн өткізуіңіз керек ше. Ана ұйқыға кетірген. Ұйқы фазасы терең болса болды. Иә, 3 фаза 4,5 сағат әдемі. 6 сағат, былай, мен 6 сағат ұйықтаймын, былай жетеді. Күнде шаршап қалу, ұйықтап қалу деген әңгіме жоқ. 6 сағат жетеді. Иә. Қатты Әдетте ұйқыңыз келмейді. Әдетте ұйқым келмейді. Қатты шаршаған күндері әдетте ұйықтап алу мүмкіндігіңіз болса ұйықтаңыз. Тіпті бар ғой, әдетте жарты сағатқа дейін ұйықтап алуды әдет қылсаңыз күшті болады. Ол сүннет, еще ғылымда да өте пайдалы деп ескертіледі. Жарты сағат асып кетсе не болады? Былай терең ұйқы фазасына түсіп кетсек ше, ояну қиын болып кетеді да. Сондықтан или жарты сағат 23 минут деп айтады, егер точно айтсам 23 минут деп айтады. Или жарты сағат, или 1,5 сағат. Уақытыңыз болса, лучше 1,5 сағат ұйықтаңыз. Мен бәріне ұсынамын. Егер түсте ұйықтау мүмкіндігіңіз бар болса, міндетті түрде ұйықтаңыз. 1,5 сағат. Сіз ұйықтағаннан кейін анау күніңіз қайтадан таңертең сияқты. Иә, әдетте кейде ұйықтағансың ғой. Той ұйықтайсың ғой, күшті болып тұрасың ғой. Иә, өйткені